Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы таң. Біз магазинге баратырық, көзімізді, ұйқымызды аша салдық. Өйткені біздің счетқа ақша салынған, соны алып беруге. Қазір тұрдық бізде. Алмат бүгін музыкаға барады, сол музыкаға бару үшін. Енді тұрып атқан, сөйттім, звондап атыр да. Барып алып берді. Соған картинкаға кетіп баратырық. Мынаны қасыма алып алдым. Бір жігітті. Бір жігіттің аты бар. Алмат. Бір жігіттің аты бар екен, Алмат. Ана неге кіреміз ғой қазір? Бірінші ма? Иә. Сөйтеміз да былай өтеміз. Колгоныңды аласың, ватный дискаңды аласың, болды ма? Иә, ватный дискіңді Бегейден аламыз. Колгоныңды ала. Ашық па? Бірақ мам сенен де ақша қалады. Ал? Теңгеден ақша қалады. Қанша? Қалады ғой. Көреміз қазір. Арзан шығар. Ой, тек ақшасын қимай келатыр ғой мынау. Иә. Жақсы ғой сен. 2 теңге бергенде ала сал берген. Сен ма? Қақойна қойпа беретін қазір. Елдерің жақсы, ақшасын қырқысы келмей. Есіктің алдын сыпырып бітірдім. Сыпырғанда мусорлардың бәрін сумен ысырдым. Қалғанын сыпырдым. Осындай тазартып қойдым. Алдың күні жел тұрған кезде бүткіл мусордың бәрі біздің есіктің алдына келген. Сонымен осы жердің бәрін өстіп шлепкалар жаңбырдың астында қалып қалған. Лай-лай болғаннан кейін бір-бір шайып қойдым. И бізде мынандай самокат тұр есіктің алдында. Мына жасыл самокат. Біреу жаңағы көшеде қалдырып кеткен. Папамыз алып келді үйге. Кімдікі екенін білмейміз. Әлі тұр, 2 апта болды осыны.
В общем, біздің үйде жоғалған заттардың бәрі біздің үйден табылып жатыр. Мына бір кілтті мен папасы әкелген болса, бұны да әкелмепті папасы, ешкім әкелмеген. Алмады да, мен білмеймін дейді, бәрі білмеймін дейді, бірақ қайдан пайда болғанын білмеймін. Алдыңғы аптадан бері осы жерде ілініп тұр. Мен ойлағам папасы алып келген шығар, бір жұмыстың жаңағы гараждың ба бірдеңенің кілті ма десем, сөйтсем бұл да ешкім білмейді үйдегілердің. Мынаны көршілерден сұрастырып көру керек. Может, жаңағы есіктің алдына балалар көп келеді, солардың бір ойнап келіп іліп кетті ма, білмеймін. Суретке түсіріп. Ана майканы шайым деп ойлағам ғой. Ол майканы ашын шая салдым деп шая салайын дедім. Мен артынан мына футболка кетті. Мен мына футболка жаймен барлығын осылайынан қолмен жуып тастағансың. Қолым барлығын алдым да қолмен жуып тастадым негізі, бірақ киім носкилерді жуам деп ойлағам ғой. Жуа салайын, шай салайын, кішкентай қой деп осыншама киім жуып тастағансың. Негізі бүгін мен неге жиналысқа барам деп ұмытып кетіппін. Бүгін жиналыс болған негізі мектепте, общий жиналыс. Негізі барам деп отқам, есімнен шығып кеткен ол, сонымен қалып кетті. Әпкей жазатқан кезде бірақ білдім. Ол кезде мен уже кір жуып жатқан болатын қолмен, соны ұмытып кеткенмін. Солай. Кілттің егесі табылды, самокаттың егесі табылған жоқ. Самокат әлі тұр есіктің алдында. Кілтті жаңағы WhatsApp-пен жібердім, біздің үйдің жаңағы кілті деді. Сонымен бағана келіп алып кетті. Далада әңгіме айтайын десем, өйстіп мешайт етеді. Есіктің алдында отырмын. Бүгін күн салқындау, кешеге қарағанда. Бүгін күн салқындау, кешеге қарағанда. Жаңбыр жауған азанда біз тұрған кезде. Енді білмеймін, ертеңгі ауа райын. Сіздермен қоштасайын. Сау болыңыздар.